Ғылымда қаз майының пайдасы жайлы көптеген еңбектер бар. Мамандар оны буын ауырғанда, пневмония, тері ауруларында жиі пайдаланған. Бұрындары тіпті қаз майын косметикалық заттарға да қосқан деген дерек бар. Ассалаумағалейкум, қымбатты көрермен. Сіздермен бірге Шипагер арнасы. Бүгінгі материалда қаз майының денсаулыққа пайдасы мен зияны туралы баяндаймыз. Пайдалы ақпаратты көрмес бұрын арнаға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Видеоны соңына дейін қарап, достарыңыз бен туыстарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Қаз майының құрамы төмендегідей болады: селен, қанықпаған май қышқылдары, холестерин, Е дәрумені. Аталған элементтер кешенінің арқасында қаз майын ауырсынуды басатын, қалпына келтіретін және жараларды емдейтін құрал ретінде кеңінен қолданылады. Сонымен қатар оның антиоксиданттық қасиеті де бар. Құрамында қаз майы бар препараттар зат алмасу процесін реттейді, иммунитетті нығайтады, терінің және липидті тосқауылдың су балансын қалпына келтіреді, қабыну және ауырсынуды жояды. Құрылымы бойынша қаз майы зәйтүн майына ұқсайды, сондықтан ол дәрілік препараттардың құрамына кіретін басқа компоненттермен оңай сіңіседі. Ондай препараттарды ішуге немесе теріні емдеуге арналған құрал ретінде пайдалануға болады. Мамандар қаз майының денсаулыққа зиянынан гөрі пайдасы көп дейді. Мысалы, ежелгі Русьта оны ертеректе асқазанды емдеу құралы ретінде пайдаланған. Мысалы, ішімдік ішердің алдында шай қасық қаздың майын ішу арқылы асқазанды ішімдікпен зақымдамай, адам бойына токсиндердің таралуын алдын алған. Ал кәрістер қаз майы қатерлі ісіктің алдын алады деп сенген. Десе де қауіпті дертпен күресу күні бүгінге дейін мүмкін емес болғандықтан, мұндай тұжырымға сенуге әлі ерте. Қаз майы келесі ауру түрлеріне көмектеседі: теріні үсік шалғанда. Суворов әскерилері Альпі тауларынан өтіп, денелерін үсік шалғанда қаз майын жаққан деседі. Бұл ретте қаз майы үсік шалудың алдын алып, терінің қалпына келтіруге көмектеседі екен. Суық тигенде иммунитетті көтеру үшін 15 грамм алоэ шырыны, бал, какао және қаз майынан жасалған тұнбаны ішуге болады. Аталған қоспаны қыздырып, жылы сүтке бір шай қасық тұнбаны қосып ішу керек. Сүтті дәл осы әдіспен тәулігіне 2 рет ішкен абзал. Жөтелген уақытта ол үшін 100 грамм арақ, 100 грамм бал және 100 грамм майды араластырып ішкен жөн. Аталған қоспаны жақсылап араластырып, қараңғы жерде тұндыру керек. 7 күннен кейін қоспаны пайдалануға болады. Тәулігіне 1 шай қасықтан күн сайын қабылдаса болады. Күйген кезде, күйген теріні қалпына келтіруде қаз майы таптырмас ем болып саналады. Ол үшін күйген теріні күніне 2 рет теріні күйдіріп алғаннан соң бірнеше күн өткен соң жағу керек. Тері патологиялары. Емдеу үшін алдын ала ұсақталған емен қабығынан 20 грамм және қаз майынан 115 грамм тұратын қоспаны қолданыңыз. Тұнбаны теріге жағып, целлофанмен үстін жауып, кейін дәке немесе таңғышпен байлап қояды. Процедураны 1 сағат бойы жасаған жөн. Қаз майы емдік қасиеттерін өте төмен және жоғары температурада жоғалтпайды. Сонымен қатар қаз майы ағзаны жылыту әсеріне ие. Сондықтан ол теріні үсік шалғанда жиі қолданылады. Сонымен қатар экзема, псориаз, есекжем, әртүрлі іріңдер, тітіркену және қызару жаралар мен терінің тілінуі кезінде кеңінен пайдаланылады. Алайда ашық жаралар кезде қаз майын тек дәрігер кеңесімен пайдаланған жөн. Қаз майының денсаулыққа зияны. Қаз майын пайдаланғанда мынадай шектеулер бар: ағзаның көтере алмауы, бауыр ауруларының асқынған түрінде, жүктілік және бала емізу кезінде. Сонымен бірге қаз майын далаға шығарда және ыстық ауа райында бетке жағуға кеңес берілмейді. Себебі оның құрамында көптеген май қышқылдары бар. Ол ультракүлгін сәулелердің салдарынан теріге керісінше зиян болуы мүмкін. Қаз майын көп жағдайда ұйықтар алдында қабылдаған жөн. Қаздың майын созылмалы жүрек қан тамырлары ауруымен сырқаттанатын жандарға да жиі пайдалануға болмайды. Себебі оның құрамында холестерин болғандықтан, ол қанның ұйып, тромбтардың жарылуына әкеліп соқтыруы ықтимал. Сіздермен болған Шипагер арнасы. Деніңіз сау болсын.